Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай әдемі бургерларды өз қолымызбен жасаймыз. 150 грамм жылы айранға қасықтың ұшымен дрожжи саламыз. 1 шай қасық қант және аздап ұн салып, ашытқы дайындаймыз. Ашытқы дайын болған кезде 40 грамм сұйық май, 1 шай қасық қант және 2 жұмыртқаны қосып нан илейміз. Екінші жұмыртқаның тек сарысын ғана қоссаңыздар болады. Қалған булочкидің бетіне жағуға қалдырып қоямыз. Және қамырға тұз қосамыз. Міндетті түрде осындай бөліктерге бөліп, домалақтап, әдемі қылып булочкиларды пісіріп аламыз. Енді бізге бургер жасау үшін қажетті заттар: салат жапырақтары, өзіміз дайындаған булочкалар, қызанақ, қызыл пияз. Соус жасау үшін горчица, кетчуп, майонез үшеуін бірдей мөлшерде қосып араластырып аламыз. Маринадталған қияр қажет, ерітілген дайын ірімшік, яғни сыр. Котлет жасау үшін 600 грамм фарш қажет. Булочкиларды ортасынан кесіп, қызып тұрған табаға сәл қызартып қуырып аламыз. Алты жүз грамм фаршқа тұзын, бұрышын қосып араластырып аламыз және оны 4-ке бөлеміз. Әрқайсысын жұқа етіп, домалақтап, котлет формасын жасаймыз. Табан түбіне сәл ғана май жағып қуырамыз. Осылайша екі жағын қызартып қуырып аламыз. Егер суы көп шығып жатса, табаны бір жағына қарай қисайтып, қағаз салфеткамен сүртіп алсаңыздар болады. Піскен кезде котлеттің мөлшері азаяды. Яғни жасаған кезде оны булочкидің шеңберінен үлкенірек қылып жасаңыздар. Енді бургерімізді жинақтаймыз. Булочкаға соусты жағамыз. Оның үстіне салат жапырағын қоямыз. Одан кейін котлетті, ірімшікті саламыз. Помидорымызды, қиярды және пиязды салып, бургердің бетін жабамыз. Бұл біздің екінші бургеріміз, яғни булочкаға соусты жағамыз, үстіне салат жапырағы, оған котлет, ірімшік, олардың үстіне қызанақ, қияр және пиязды қоямыз да бургерімізді жабамыз. Осындай әдемі, дәмді, үй жағдайында жасалған бургер жасап көріңіз.
Егер видео ұнаса, менің каналыма жазылыңыз және лайк басыңыз. Баршаңызға ас болсын.